Алматыда кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы басталғалы 660-қа жуық жоба қаржыландырылыпты. Оның аясында ісін жаңа бастаған және жұмыс істеп тұрған шағын орта кәсіпорындарға жеңілдікті мөлшерлемемен қарыз беріліп келеді. Несиенің ең жоғары сомасы 500 миллион теңге, ол 7 жылға дейінгі мерзімге беріледі. Бағдарламаның тиімділігі туралы Жансая Олжабек тарқатып айтсын. Қазақстандық тұтынушылардың импорттық өнімге тәуелділігін төмендету үшін кеңсе қағазын шығаруды қолға алған алматылық кәсіпорын айына 100 тоннаға дейін дайын өнім шығарады. Жыл басынан бері жұмыс істеп келе жатқан мекеме шикізатты сатып алуға және операциялық шығындарды жабу үшін кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында қаржыландырылған. Наша компания является отечественным производителем. Біздің компания А4 форматындағы қағаз шығаратын отандық кәсіпорын. Цехымыз заманауи құрал-жабдықтармен және ресурстармен толық жабдықталған. Бұл біздің жұмысымыздың тұрақтылығымен қатар сапасына кепілдік береді. Биыл бізге айналым қаражатын толықтыруға 120 миллион теңге бөлінді. Қазір отандық өнім шығаратын компания туындаған кедергілерге қарамастан өнеркәсіптік сертификат алуға нақты қадамдар жасап келеді. Себебі салада бәсекелестік көп болғанымен әлемдегі тұрақсыздық елімізде ірі кәсіпорынның қажеттігін бірнеше рет дәлелдеді дейді кәсіп иесі. Жергілікті нарыққа жоғары сапалы кеңсе қағазын ұсынуды мақсат тұтқан зауыт бүгінде үздіксіз жұмыс істеп тұр. Отандық бұл өндірістің қуаты күніне ішінде осындай 500 данасы бар 2000-ға жуық бума қағазы шығаруға қауқарлы. Зауыт әзірге 10-ға жуық маманды жұмыспен қамтып отыр. Келешекте олардың санын арттырып, 2 ауысымдық жұмыс кестесін құру көзделген. Алматы бизнес 2025 өңірлік бағдарламасы шеңберінде іске асырылатын қаржыландыру аясында жаңа жұмыс орындарын ашып, жеңілдікті мөлшерлемемен қарыздар беруге ерекше ден қойылады. Бүгінгі күнді қаржыландырған жобалардың саны 660-ке жетіп қалды. 2700-ден астам жұмыс орындары ашылды Алматы финанстың қаржыландыру арқылы. Бүгінгі күні тағы да қаржыландыру кіші және орта кәсіпті қаржыландыру жұмыстары жалғасып жатыр. Біздің қолдайтын негізгі бағыттар ол кез келген өндіріс түрлері, туризм, әлеуметтік жобалар. Мекеме алдағы уақытта өндіріс қуаты мен жұмысшылар санын арттыруды жоспарлап отыр. Келешекте қағаздың басқа да форматын шығаруды жолға қоймақ. Жансая Олжабек, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.